Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Бұрында етікші мен әйелі жасаған екен. Етікші аяқ киім тігіп, оны сатып күн көретін еді. Қанша көп жұмыс істесе де, ақшасы жеп-ішкенінен артпайды екен. Не істеуін білмей ойланыпты. Бір күні етікшінің жаңа былғары алу үшін де ақшасы жетпей қалады. Үйінде кішкене қалған қалдықтарынан аяқ киім тікпек болады. Бұл былғардан ең жақсы аяқ киім жасаймын. Бұл мен үшін соңғы мүмкіндік дейді. Ол күндегідей отырып, аяқ киім тіге бастайды. Күн батқанша аяқ киім тігеді. Қараңғы болған соң, етікші аяқ киімді жұмыс орнына тастап, ертең жалғастырамын, бүгінге жетер деп, есікті жауып, үйіне кетеді. Ертеңіне ерте тұрып, әйеліне бүгін соңғы аяқ киімді тігемін, басқа тікпейтін шығармын дейді. Әйелі, уайымдама, әлі-ақ бәрі жақсы болады, еңсеңді түсірме дейді. Етікші әйелінің жұбатып айтып отырғанын білетін еді. Үйінен шығып шеберханаға барып, есігін ашса, ғажап бір көріністі көреді. Үстел үстінде әдемі бір аяқ киім тұратын еді. Етікші таң қалды, өйткені ол аяқ киімді аяқтамай кетіп қалған еді. Етікші қуанып уақытты жоғалтпай, аяқ киімді базарға барып сатып, орнына былғары алып келеді. Әдеттегідей шеберханада жұмыс істеп, күн батқанда тағы үйіне кетеді. Кешкі тамақ кезінде әйеліне барлық жағдайды айтып береді. Ертеңіне шеберханада келгенде тағы сол жағдай, дайын аяқ киімдерді көреді. Бұл ғажап қой, осыншама жыл өтсе де, бұндайды көрмеппін. Менімше, кім болса да маған көмектесіп жүр деп ойлайды. Ол және аяқ киімдерді сату үшін базарға барады. Ақшасына тағы көп былғары алып, аяқ киім тігу үшін шеберханаға келеді. Оларды кесіп дайындап, тағы үйіне кетеді. Ертеңіне аяқ киімдер көбейіп, түрлі сәндегі аяқ киімдерді көріп, етікші қуанады. Бір бейтаныс адам маған жақсы ниетпен көмектесіп жүр. Бұл жағдай қайталана берсе, біз ақшасыз қалмаймыз, бақытты боламыз дейді. Етікші енді күнде бейтаныс адам үшін дайын кесілген былғарларды қалдыратын болды. Күнде келгенде түрлі киімдер, аяқ киімдер дайын тігіліп тұратын болды. Осы жағдай қайталана беріпті. Ауылда аяқ киімдерімен танылып, ең жақсы етікші болыпты. Әйелі, бәрі жақсы болады деген едім ғой дейді. Етікші, я, сен мені әрдайым қолдағаның үшін осы жетістікке жеттік дейді. Я, бізге көмектесіп жатқан адамды тауып, оған алғыс айтуымыз керек дейді әйелі. Ол таң атқанда жоқ болады ғой, оны қайдан табамыз дейді етікші. Әйелі, шеберханада қалып, тығылып тұрамыз дейді. Екеуі келісіп алады. Ертеңіне күндегідей былғарларды кесіп дайындап қояды. Кеш батқанда әйелі келеді. Екеуі есік артына тығылып тұрды. Сәл өтіп бір дыбыстар естіле бастады. Екеуі тығылып қарайды. Қараса, екі кішкентай эльфтер терезеден түсіп билеп, ән айтып жүреді. Аяқ киімдерді бірі тігіп, бірі әрлеп шықты. Аяқ киім дайын болған соң, олар терезеден секіріп шығып кетті. Бізге көмектесіп жүрген эльфтер екен ғой, біз оларға алғыс айтуымыз керек. Я, әрине, олар үшін не істесек болады дейді етікші. Олар өте ескі, жыртық киімде екен. Оларға жаңа киім берейік дейді әйелі. Жақсы, мен оларға аяқ киім тігемін. Мен ыстық киім тігемін деп, екеуі жұмыс бастайды. Бір-екі күннен соң аяқ киім мен ыстық киімдерін тігіп болады. Олар өте қуанады.
Сөйтіп екеуі шеберхананы әсемдеп шығады. Тігілген киімдерді үстел үстіне қалдырады. Олар эльфтердің даусын естіп тығылып қалады. Эльфтер терезеден кіріп би-билеп ән салады. Сыйлықтарды көріп таң қалды. Бүгін жұмыс жоқ па, деді біреуі. Екіншісі, мына киімдерді қара, қандай әдемі. Олар түрлі түсте екен. Етікші бұларды бізге алғыс ретінде қалдырған болса керек. Демек ол біздің жұмысымыздан қуанышты. Кел киіп көрейік, дейді. Өте әдемі екен, тура бізге лайық етіп тігілген, деп қуаныштан бірге билеп ән шырқайды. Етікші мен әйелі оларға сыйлықтар ұнағанын көріп қуанады. Эльфтер терезеден шығып кетеді. Етікші мен әйелі кіріп, эльфтерге сыйлықтарымыз ұнады деп қуанады. Иә, енді үйімізге қайтайық деп олар үйіне келеді. Ертесіне етікші әдеттегідей және былғарыларды кесіп, үстел үстіне қалдырады. Таң атқанда келіп көрсе, ешқандай аяқ киім жоқ болмайды. Әйеліне келіп айтады. Әйелі, бәрі дұрыс, олар бізге қиын кезде көмектесті. Енді сен өзің жұмыс істеуің керек, дейді. Етікші, иә, өзім істеймін. Енді адамдарға қандай аяқ киімдер ұнайтынын білдім. Бұдан кейін ең жақсы аяқ киімдерді тігетін боламын, деп етікші өз жұмысын жалғастырады. Аяқ киімдерді өзі тігетін болыпты. Оның аяқ киімдері көп сұранысқа ие болады.